Жиынға прокуратура қызметкерлері қатысып, өңірдегі құқықтық тәртіптің жай-күйі, қылмыстың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтарын қорғау бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды талқылады. Жиын барысында Арқалық қаласы прокуратурасының аға прокуроры Смайыл Ыбырай Қайратұлы баяндама жасап, алғашқы 6 айдағы негізгі көрсеткіштер мен жүзеге асырылып жатқан жобалар туралы жан-жақты ақпарат берді. Оның айтуынша 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында жалпы қылмыс деңгейі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 23,3%-ға, яғни 90-нан 69 дерекке дейін төмендеген. Оның ішінде ауыр қылмыстар 76,3%-ға, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру фактілері 100%-ға, жеке адамға қарсы қылмыстар 63,6%-ға, отбасы және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстар 50%-ға, зорлау фактілері 100%-ға, ал алаяқтық қылмыстар 43,3%-ға азайған. 2026 жылдың бірінші жарты жылдығындағы прокуратура органдары жұмысының қорытындысы бойынша жалпы қылмыс деңгейі қала аумағында 23%-ға, яғни 90-нан 69-ға дейін төмендеді. Оның ішінде ауыр қылмыстар саны 76,13%-ға, яғни 38-ден 9-ға дейін. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру фактілері 100%-ға, яғни 2-ден 0-ге дейін. Жеке адамға қарсы қылмыстар 63,6%-ға, яғни 22-ден 8-ге дейін төмендеді. Сағат 23:00-ден кейін алкоголь өнімдерін жүйелі сататын 6 сауда нүктесі анықталды. Осы сауда нүктелерінде тұрақты негізде рейдтік іс-шаралар жүргізіледі. Қаланың егжей-тегжейлі криминологиялық картасын қолмен әзірледік. Осы талдаудың арқасында құқық бұзушылықтар жүйелі түрде жасалатын учаскелерді анықтап, жаяу және патрульдік маршруттарды қайта құрдық. Қала аумағында 253 сотталған жазасын өтеп жатқан 41-ші мекеме орналасқан. Жағдайды қашықтан талдау үшін 341 камерадан тұратын бейне бақылау жүйесі қалалық прокуратураға қосылды. Баяндамашы сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында сағат 23:00-ден кейін алкоголь өнімдерін заңсыз сататын 6 сауда орны анықталғанын, қазіргі таңда бұл нысандарда тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар жүргізіп жатқанын атап өтті. Сонымен қатар қала бойынша егжей-тегжейлі криминологиялық карта әзірленіп, құқық бұзушылық жиі тіркелетін аумақтар анықталған. Осы талдаудың нәтижесінде жаяу және патрульдік полиция бағыттары қайта құрылып, қоғамдық қауіпсіздік деңгейі күшейтілген. Смайыл Ыбырай Қайратұлының айтуынша, қала аумағында нөмірі 41-ші мекемеде 253 сотталған жазасын өтеуде. Мекемедегі жағдайды бақылау үшін 341 бейнебақылау камерасы прокуратураның бақылау жүйесіне қосылған. Баяндама барысында заң мен тәртіп идеологиясы және халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидаты аясында қолға алынған антифрод колл орталығы мен айқын нәтиже республикалық жобаларының нәтижелері де таныстырылды. Прокуратура ғимаратында ашылған колл орталығы арқылы 3000-нан астам күмәнді қоңырау өңделіп бұғатталған. Соның нәтижесінде интернет алаяқтық қылмыстары 21%-ға төмендеген. Сондай-ақ қала инфрақұрылымына кешенді ревизия жүргізіліп, жасырын қауіптер мен соқыр аймақтар анықталған. Нәтижесінде жаяу жүргіншілер өткелдері мен жол белгілері жаңартылып, тұрғындардың қауіпсіздігін арттыруға бағытталған нақты шаралар қабылданды. Жиын соңында қалалық прокурор Нұржан Тұрысбеков құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдық қауіпсіздікті күшейту, интернет алаяқтықпен күрес және азаматтардың құқықтарын қорғау бағытындағы жұмыстарды одан әрі жалғастыру жөнінде нақты тапсырмалар берді. Сонымен қатар халықпен кері байланысты күшейтіп, профилактикалық іс-шаралардың тиімділігін арттыру қажеттігін атап өтті. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқа Ньюс ақпараттар қызметі.